Енді менде күмән болған жоқ. Негативный отзывы дейміз ғой. Мінезім сондай шығар. Оған келісуге де болады, оған келіспеуге де болады. Қазанама сыймайды деп. Сіздің артыңыздан келе жатқан 6000 адам бар. Бұл даже Құранда жазылған. Ол нервничать пайда жоқ. Қазақстанға бұның қандай пайдасы бар? 5-6 ноликтары бар деп айтсам болады. Соның бір 15-і ғана еркек. Ол кісілер өздері де былай көрсетіп жатады. Кішай көшеден келе салып, жаңағыдай бір жағдайлар болған кезде сен жалынбай жұмыс жасаған қазақтар ғой. тіркелмеген адамға ренжігеніңіз бар ма? Сіз мысалы тойлар жүргізесіз, сіз өзіңіз үшін жүргізесіз. Жалпы Incruises компаниясы жайлы қандай ойларыңыз бар? Жазып кетіңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, сіздермен бірге сөйле подкаст, және де менің бүгінгі қонағым Назгүл Манкиева, 4 баланың анасы және де қазіргі кезде Incruises компаниясының борт директоры. Ал, Назгүл, ендеше қош келдіңіз. Рахмет. Неге Incruises? Бұл компания сізге немен ұнайды? Енді алдымен Incruises менің бір арманымды орындаған бір үлкен компания. Болашақ компания мен үшін, және бұл жерде бұл дамушы орта. Бұл компанияға келуіңізге кім себепші болды? Алдымен бұл менің арманым сияқты деп ойлаймын. Іштей арманым, бала кезден армандайтын едім. Саяхатты саяхат жақсы көремін. Саяхаттайыншы деп. Есімде мен бір 7-8 кластарда карта жалайын жасаған болатын. Армандар картасы. 7 класста? 7 класста. Сол кезде журналдар болатын еді ғой. Ол кезде интернет жоқ, суреттер жоқ, қазіргідей. Журналдардың бәрін іздеп, ішінен бір қатты бір ұнайтын бір сурет бар. Судың жағалауында ер адам әйел адамды бүйтіп көтеріп келатқан. Соны қиып, жаңағыдай армандар картасына жабыстырған болатын. Еще оның үстіне барып бетімді жауыстырып қоямын ғой ана қыздың орнына. Сосын мама күлуші еді, мынау не деген сияқты, не деген арман мынау? Судың жағасында не деген су білмеймін. Сол ішімнен ғой енді барлығы. Сол саяхат бірінші рет айтқанда Incruises туралы бұл жерде саяхаттауға болады, тіпті тегін саяхаттауға болады дегеннің өзінде менің бір арманым, мақсатым орындалған сияқты деп бір сезімде болды. Сол үшін тез арада шешім қабылдап осы жұмысқа кіріскен болады. Күмән болған жоқ па? Енді менде күмән болған жоқ. Дегенмен менің қасындағы адамдарыңызды ше? Менің қасымдағы адамдарым сәл күмәнданған деп ойлаймын. Бірақ бүгінгі күнге дейін ешкім жолдан тайдырған жоқ. Жұмысында жасай бер деп қолпаштады. Енді ол сен жасама дегеннен емес, жақсы көргеннен сені уайымдайды. Қандай жұмысқа кірдің, не істеп жатсың, жалпы адамдар деген кім, ойбай бірдемеге ұрынып қалма деген ойлар туындайды ғой енді. Аналарымызда, әкелерімізде, жолдасымда мысалы. Бірақ оның бәрі махаббат сияған сезім болғасын, сезім болғасын, сені солай қолдайды да. Бар несімен. Бірақ бірден үйтіп ойлаған жоқпын, бүйтіп күмәнданып жатыр деп ондай ренжіс болған жоқ. Жай ғана алдап, сулап деген сияқты жұмысымды ары қарай жұмыс жасай бердім. Сізді кім шақырды бұл компанияға? Ол жерде менің, енді қазақ тілінде айтсақ, қайынапам, туғандардың апасы, Айжамал. Біздің компанияда да жұмыс, үлкен директор. Біз оны сестра деп айтамыз. Бір басынан маған айтқанда, осындай саяхаттауға болады екен, үлкен кемемен, лайнермен дегенде мен қазіргі кейбіреулер білмейді да, лайнер не екен. И бір жағынан сразу андай ой келеді да, лайнер деген Титаник қой дейді да. Титаниктан басқа кино қарамағасын. Ой сондай келеді. Ал менің ойым наоборот басқаша. Киноның аты Аферист. Аферист деген индийский кино бар. Үнді киносы. Ол жерде лайнерге жаңағы бір топ, 5 топтар сол лайнерге жарысуға барады. Үлкен лайнермен саяхат. Малайзия, Сингапур жақтарда. Сол жерден уже арман деген мынандай ғой, уже үлкен арман. Уже ойыма келіп жатыр да, лайнер не екен, қандай екен, оның бәрін біліп тұрмын. Кино бала кезден біліп тұрмын да бәрін. Сондықтан сестра шақырғанда мен ішімнен сразу өзім келістім.
ал кейін енді үйдегілер шешетін болды, бұл жұмысты жасайын ба жасамайын ба деген секілді. Осыған дейін басқа компанияларда, осындай үлкен компанияларда жұмыс істеп көрдіңіз ба? Жоқ, ондай жерлерде жұмыс жасап көрген жоқпын бала кезден, бірақ кейбір сетевой компанияларды білемін. Бұл сіздің бірінші сетевой компанияңыз ба? Жоқ, мен негізі Арифлеймде жұмыс жасағам. Арифлеймде бәрі істеген сияқты ғой. Иә, бір орында отыра алмаймын негізі. Бірдеме тапқанды жақсы көремін, жаңағы енді жұмыстанғанды жақсы көремін. Мама, папа бала кезден үйретіп қойған да. Мен жай ғана отырсам бірдеме жоқ сияқты сезінемін да. Үйде жай ғана отыра алмаймын. Мүмкін менің өзімнің мінезім сондай шығар. Бірдеме жасауым керек болып тұрады. Не қолдан ба, немесе бір жерге барып сатам ба, ол мен үшін норма. Өмір. Движение жизни. Движение жизни, иә. Инкрузис. Бұл сетевой маркетинг па? Негізі біздің халық инкрузис компаниясын сетевой маркетинг деп қабылдайды. Иә. Оған келісуге де болады, оған келіспеуге де болады. Біздің основатель Майкл Хатчсон, ол кісі бұл мүлдем сетевой маркетинг емес, бұл саяхат клубы деп айтады. Немесе рефералдық жол арқылы адамдар өзіне тіркеліп, өзінің платформасын алып, жаңағы саяхаттайды деген программа. Сондықтан да сетевой деп мен де айта алмаймын. Себебі біз қалай халыққа сетевой деп жеткіздірейік десек, олардың ойы басқада. Ол продукт, ол бір нәрсені сатып, сосын сол нәрседен ақша табу, жүру, сумканы тасу деген ойды білдіреді. Біздің компанияның бір ерекшелігі адамға бұл басқа бір сезім береді. Адамның көзқарасы жалпы кеңейеді, өзгереді, саяхаттайды, мүмкіншілігі жаңағы молынан болады деген секілді ғой. Дамиды да одан дәрі. Мына бізде бір притча дейді ғой. Бір балық аулаушы суға барады да балық аулайды. Балық аулап жатқанда үлкен мынадай бір өзінен балық ұстап алады. Ұстағанда бұл балықтың мынау менің қазанама сыймайды деп бүйтіп жартысын бөледі де, жартысын жіберіп қояды да, қалдырып, жартысын сумкасына салып үйге алып келіп жаңағы қазанына пісіреді. Яғни ол не деген сөз? Ол адам өзінің қазанына қарайды да. Мына жалпы шектеу болмау керек қой адамда. Сол мына шектеуден шығарамыз біз. Яғни саяхатқа барып келген адам бір кітаппен оқу тең деп айтады. Жайдан жай айтылмайды. Адам шынымен өзгеріп, көзқарасы кеңейеді. Одан әрі жаңағыдай мүмкін келесіде үлкен балықты үйге апаратын болады. Да. Тағы да бір орыстардың цитатасы бар. Ты, говорит, однажды путешествуя, съездив в одну страну, ты уже не вернешься тем человеком. Әрине де кез келген саяхаттан кейін адамның өмірінде өзгеріс болады. Бізде қазақтарда понятие бар ғой, мысалға, сол бір ауылда тұра беру, бір үйде тұра беру, сол жақтан шықпау, сол бір көшеде тұрады, мысалға, кейбір адамдар бір үйде 50 жыл бойы тұрады да, мысалға. Мен мысалға өзімде көп саяхаттаймын, мен 14 елде болдым. Қалалар енді 20-дан асады, бірақ менің өз ойымда Алла тағала бұл дүниені мен үшін жаратты. Яғни адам ретінде маған мен үшін жаратты. Ал шектеу, границы бұл адамның жасаған адамның өз-өзіне шектеу қоятын өзі. Алла тағала бізге шектеу қоймаған. Бүкіл ел, мысалға, ол біздің жеріміз да, деп солай ойлаймын. Бұл даже Құранда жазылған, бүкіл жер бетіндегі жалпы әлемде не бар, жер бетінде не бар, оның бәрі біз үшін жасалған. 7 жыл бұрын осы бизнесті бастадыңыз, қазір сіздің артыңыздан келе жатқан 6000-дай адам бар. Өткенде бортпатида көрдік, сізді бәрі жақсы көреді, көп қолдайды. Кез келген адамның қолынан келем осылай, өзінің артынан 6000 адамды алып жүру? Негізі кез келген адамның қолынан келмейді. Біріншіден ол адам өз-өзімен жұмыстану керек. Мүмкін мен де қолымнан келмес еді, мен өз-өзімді өзгертпегенше. Бұл жерде шынайы жұмыс жасау керек. Әр адам өзінің орны бар да, келген адам. Біреуі мүмкін бір ретте саяхаттамады. Біреулері керісінше көп саяхаттап, көп көргені бар. Біреулер алда жүреді, біреулер артта жүреді әлі. Бір нәрсені түсіндірейін десең, 5-6 адамның арасында бір нәрсені бірдей түсіндіресің, бірақ 5-6 әртүрлі қабылдайды. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл жерде адам өз-өзімен жұмыс жасау керек. Бәрі іштен, жүректен, шынайы жақсы көріп,
алдымен компанияны біліп 100% оны меңгеріп, презентациясын, маркетингін дұрыстап біліп, кейін жеткізетін адамыңа да жаңағы толық ақпарат берік. Тек өзіңнің пайдаң үшін емес, потому что бізде болады пайдаң үшін бір нәрсені айтпай қалады. Иә. Кейін ол айтады, подвох қай жерде жатыр, бұл жерде бірдемесі дұрыс емес. Ал біздің кейбір партнерларымыз түсінбейді. Кейін ол соған жауап береді да. Бір 5-6 ай өткеннен кейін жауап береді да, сол айтылмаған ақпарат үшін. Сондықтан да алдымен 100% ақпаратты білу үшін жаңағыдай еңбектенген дұрыс. Білмейсің ба, одан да сізді шақырған спонсорыңмен бірге барып берген дұрыс да, 100%. Кейін бізде адам қалай? Бізде қазақта көре алмаушылық бар. Иә. Оны бізде сен көре алмаймын деп емес, ол бала кезден солай просто қалыптасады. Жалпы. Мүмкін бізде енді жұрттың баласын қараш деп айтады ғой. Соның бәрі баланың миында қалыптасады ғой. Біз өскен сайын мына адамдар не үшін өзіне киім алуға қызғанады да, ал балаларына обязательно киім алып береді. Солай үйретеді бізді. Кезінде солай үйреткен, иә? Бірінші өзің кейін жейсің ғой деген сияқты ғой, мысал ретінде. Бізде мына іштей бір әр адамда көре алмаушылық болады. Бір дұрыс қанша үйретсе де, ол адам ғой. Сен оны ештеңе жасай алмайсың адам болғасын. Сондықтан да мен ойлаймын, іштей жұмыс жасау керек ішіндегі барлық. Қазір көп жұмыс жасайтын көп нәрселер бар. Чакрамен жұмыс жасауға болады, сандармен жұмыс жасауға болады. Сіз қалай жұмыс жасадыңыз өзіңізбен? Осыны айтып келесіз ғой. Не істедіңіз сіз? Менің ұстанымым адаммен қарым-қатынас түзу дұрыс болу. Жақсы болу керек, Осы күнге дейін, Аллаға шүкір, 7 жылдың ішінде бір адаммен ұрысып көрген жоқпын командада. Ал мен байқаймын, командамда бар ондай адамдар, бірімен ұрысып керісіп қалатын адамдар бар. Мен ол кезде жүрегім ауырады. Не үшін мен сонда жеткіздіре алмадым ба? Неге олар менің жасаған дүниеге қайталамайды деп. Яғни бір-біріне мүмкін іздейді, ол дұрыс емес, мен дұрыс емес деген нәрсе. Енді ренжіс деген нәрселер болады ғой. В любом случае, жанұя да болады. Бірақ біраз уақыт беріп демалып тұрсаң, бір күн болса да, екінші күні ол кісімен уже ойынды жинақтап дұрыстап сөйлесе аласың. Мен ойлаймын, сол қарым-қатынасты дұрыстап орнату керек та бірінің арасында. Жанұя деген бар, жұмыс деген бар. Демек сіздің мықты жағыңыз адамдармен қарым-қатынас. Қарым-қатынас бірінші орында. Кейін жаңағы өзіңнің ішіндегіңді айтып, дұрыстап түсіндіріп, адамды да өзіңе қарай тартасың да. Жылы-жылы сөйлесең. Ол нервничать еткеннен пайда жоқ. Кейін ол бәрін құртып жібересің да, бүкіл еңбегіңді құртасың да. Одан да адамды түсіндіріп, өзіңе бағыттап, сөйткен жақсы. Мүмкін соның арқасы ма деймін. Кейде есіме түседі, ең бірінші берген презентация Жұлдыз деген қыз, қазір менде сеньор маркетинг директор. Буквально кеше болды сеньор маркетинг директор. Ол 5 жылдан кейін келіп қосылды. 5 жылға дейін қосылмады. Даже бірінші презентация соған берсем де, ол кісі қосылмады. Но бізде часто ол ондай кісілерге есік жауып тастайды да. Сөйлеспей қалады ондай кісілермен, сен мені қолдамадың деп. А біз қалай, мен жайлап сөйлесе бердім. Жылына 1 рет болса да жазып қоямын. Кейін саған ұнаса, саяхаттаған келсе, маған обязательно жаз деп. Сөйтіп жүрген жұлдызым бүгін жұлдыз болып келеді. Күшті. Инкрузис арқылы саяхаттау үшін, мен мысалға ештеңе білмеймін. Сіз айттыңыз, видеоңызды көрдім, кеп тұрмын. Маған не істеу керек? Алдымен сіз менің реферальный ссылкам арқылы тіркелесіз. Тіркелу тегін. Кейін ішіндегі барлық ақпаратпен таныссаңыз болады. Орысша, ағылшынша, қай тілде? Қазақша да бар, әртүрлі тілде бізде сайтымыз аударылған. Ол жерде тікелей отзывтар бар, тікелей біздің компанияның жаңағы қандай штатта кімдер жұмыс жасайтыны туралы оқуға болады. Біз тіпті қайырымдылық қорына қатысамыз, соның бәрін, жалпы ақпаратты сол жерден білсеңіз болады. Оның бір көргеннен, жаңағы сайтты бір көргеннен, сіздің жаңағы ойыңыз өзгереді. Сенімділік артады, себебі оның бәрі өте жоғарғы сапада жасалған. Кейін
сіз жаңағы тіркелгеннен кейін мен тікелей ақпарат аламын. Сіз почта арқылы осындай кісі тіркелді, хабарласыңыз деген маған хат келеді. Мен сізбен хабарласам, немесе сіз өз бетіңізбен сол жерде шешім қабылдайсыз. Клиент болғыңыз келе ма, немесе бізбен бірге серіктес болғыңыз келе ма? Клиент болу үшін адам тіркеп қажеті жоқ, адамды шақырып қажеті жоқ. Ол жерде жай ғана сіздің арманыңызды өзінің саяхатына орындау. ақша жинайсың, Иә, арманыңызды орындайсыз, саяхатқа барасыз. Бізде 21 мың бағытта саяхаттауға болады круизбен. Енді әлем 80%-дан судан жасалған ғой, сондықтан да лайнер ол ең бірінші безопасность лайнер жатады, кейін самолет екен. Ұшақтар, қауіпсіздік жағдайда. Сондықтан да сіз жаңағы тіркелгеннен кейін екі жолдың біреуін таңдайсыз. Клиент болғыңыз келе ме, әлде партнер болғыңыз келе ме? Мысалға, мен кірдім, тіркелдім. Бірінші ақша салғаннан кейін, қанша уақыттан кейін мен саяхатқа шыға аламын? Алдымен клиентті таңдайтын болсақ, бізде ол жерде 3 таңдауы бар. Біріншісі, енді арманы тасып баратқан адамдарға, бірақ ақшасы аздау, бірақ мен соны жинап барым келетін адамдарға стартер деген бар. Ол $50 ғана кіреді. $50 былай қарасаңыз 20 мың теңге, 20-25 мың теңге. Ол өте тиімді, адам жайлап жинап, әйтеуір өзінің арманына жетеді. Біздің бір компанияның солысы жақ. Екіншісі бұл кәдімгі орта ақша $200 кіресіз. $200 $100 мың теңге дейік. 100 мың теңгеге кіргенде сіз өзіңізге саяхатыңызға бонусный баллы деп аталады, бізде сразу саяхатыңызға $350 түседі. Яғни сол $350 мен ары қарай ай сайын сіз $100 толтырып, яғни ол ешқандай депозит емес, ешқандай кредит емес, бұл сіздің өзіңіздің саяхатыңызға арнап жинап отырған ақшаңыз. Бұның паролі да логинді тікелей тек өзіңізде ғана болады. Яғни сіз ай сайын $100 салып, ол $200 айналады. Осы жерде айтып кететінім, компания сіздің $100-ға $100 қосып тұрады. Яғни сол жерде сізде тиімділік бар. Яғни клиент, стандартқа кірген клиент 25% скидкамен саяхатқа шыға алады. Енді сіздің сұрағыңыз, қанша уақытта баруға болады? Бұл біріншіден үйде қанша адаммен саяхаттағыңыз келеді, мысалы, сіз, әйеліңіз. Әйелім екеуміз, мысалы, 2 адам. 2 адамға, немесе балалармен, сөйтіп бізде жалғаса береді. Ал тағы бір айтып кететін жағдай, сіз өзіңізге аккаунт аштыңыз ба? Әйеліңізге ашып қажеті жоқ. Өзіңізбен бірге 2-3 адамға дейін саяхатқа апаруға болады. Ол өте жақсы, тиімді. Өзіммен бірге? Өзіме қоса 3 адам? Өзіңізбен қоса 3 адамды алып кете аласыз. Яғни бір каютаға 4 адам, 5 адамға дейін бронь жасауға болады. Енді сіз 2 адам дедіңіз. Делік, бізде қазір 2 адамға, мысалы, Европаны таңдайтын болсақ, $4 дейін барады. Яғни ол жерде 7 қала, 3 ел кіреді минимум. Яғни $4,000-дың $2,000 сіз жаңағы бонусный баллы дедім ғой, ай сайын $100 толтырып тұрғанда, соны жинасаңыз, яғни 50%-ын таңдаған круизіңізден жинасаңыз, уже бронь жасауға болады. Кейін қалған 50%-ын бронь жасап жатқанда, біздер уже таңдап жатқанда, сол жерде төлейсіз. Тиімділігі, біріншіден сіз асықпай жинадыңыз, саяхатқа қайда баратынын өзіңіз таңдадыңыз, 25% гарантированный скидка береді. 25% скидка неменеге? Общий 25% скидка болып шығады сіздің круизіңіз. Тіркелдім, $100 салдым, қанша уақыттан кейін мен бара аламын круизға? Мысалы, 2000 дедім ғой, 2000-ның жартысы $1000 өзіңіз жинау керексіз, $1000 компания береді деген сөз. Яғни 10 ай. Круиз, 10 ай? Яғни 10 ай, $100-дан 10 ай. $100-дан көбірек салуға бола ма? Ол бізде премиум класс. Тағы 3-ші түрі қосылды, премиум класс. Бұл жерде $500 мен кіреді сразу клиент. $500 мен кіргенде сіздің шотыңызда бірден $850 айналады. $350 үстіне қосып береді. Бірақ кейінгі ай сайынғы салатын ақша стартадан қарағанда $250 болады ай сайын. $250 салғанда сразу 500-ге айналады. Яғни 250-ге 250 қосады. Сонда сіз 3 айдың ішінде $2000 жинап аласыз. Ал бұл жерде 10 ай. Яғни әр адамның өзінің қалтасына сай бізде программа бар деп айтсақ. Біреулер тез барғысы келеді,
біреулер асықпай жинағысы келеді, біреулерге енді мүмкіндігі жоқ, бірақ дегенмен арманы бірінші орында тұрған адамдарға да жаңағыдай стартермен бастаса болады. Сіздің круизбен барған бірінші ел және де қандай әсер қалдырды сізге? Қандай лайнер болды ол жерде? Бұл Соны айтып өтсеңіз. бұл 2018 жылы мен апрель айында осында кіргенмін, ал қыркүйек айында, яғни сентябрь айында бірінші круизімізге барған болатынбыз. Европа жолдасымызбен бірге, және сестра бар, 4 қасымда подружкаларым бар, яғни қыздармен бірге сөйтіп. Ол бірінші Ер жігітім саяхатыңыз? алдында, артында қыздармен Бірінші саяхатыңыз болды ма? Бірінші саяхатқа бар. Жалпы өміріңіздегі? Жоқ, ол бірінші саяхат емес. Круизбен Круизбен именно. Сол бірінші круизға барғанда қанша елге бардыңыз? Және де қандай әсер алдыңыз содан? Ол жерде 3 ел, Италия, Испания, Франция болды. Менің жолдасымда бірінші Европа елдері сол 2018 жылы болатын. Бірге барып, бірге көрдік. Ол Финляндияда оқыды ғой? Жоқ, именно Италия, Испания, Франция жақта. Бұл Скандинавия жақ қой. Да. Жерорта теңізі жақта болдық бірге. Енді шынымен өте әсер күшті болды. Ондай үлкен лайнер болған жоқ. MSC Archestra деген лайнер болды. Қазір одан да керемет лайнерлар бар. Бұл 13 этажды лайнер болған болатын. Қазіргі лайнерлар 20 этаждан асады. 20 этаж бола ма лайнерлар? Біршама дамыды. Бірақ сол лайнеріміз жылы өзіміз үшін. Ішінде бәрі кіреді, жаңағы сервисына дейін өте жоғарғы сапада жасалған. Яғни тамақ таңғы 2-3-ке дейін тұрады. Қай уақытта тамақ ішкіңіз келсе, соны барып тамақтанасыз. Түнгі 3-ке дейін тамақ жей бересің ба? Жегіңіз келсе ішуге болады. Енді кез келген уақытта ма бара бересің ба сонда? Кез келген уақытта өздері ауысып, әртүрлі ресторандар ашылып жатады. Енді бір қызық жері, бұл мысалы бір елге келіп, бір қаласына келіп, таңертең тоқтайсыз ғой. Қалаға шықтық, мысалы Барселона еліне шықтық. Кешке дейін демалып, Барселонаны танысып, сөйтіп келгеннен кейін лайнерге келіп орналасасыз. Біраз жол жүргесін шаршайсыз ғой. 1 сағаттай демалып алғаннан кейін, энергия жинап алғаннан кейін қайтадан уже лайнердің ішінде әртүрлі қызықты жаңағы нелер болып жатады. Концерт, іс-шаралар болып жатады. Мысалы, күнделікті концерттің өзі өте жоғарғы деңгейде өткізіледі. Өте жақсы, неше түрлі ресторандар, неше түрлі бассейн өзі жаңағы теңізден алынады су. Қанша рет шықтыңыз саяхатқа лайнермен? Лайнермен мен уже 5-ші рет шыққан болатын. 5 рет. Бірақ бізде командамызда 13-14-ке дейін лайнерге барғандар бар. Ол енді мысалы мен ойлаймын да, неге менде аздау деп. Мен ойлаймын да, біздер жанұямызбен барамыз әрдайым. Ол 4 баламыз, екеуміз 6 адам, ата-аналарымыз бар. Сондықтан да жалпы санағанда біз 5-те 2-ге көбейтсек 10 рет барғандай болатынбыз деймін да. Примерно сол. Өте тиімді. Мен ойлаймын, мен круиз болмағанда ата-аналарымызды алып шығарам едік саяхатқа. Лайнермен адамдар көбі ата-аналарын қазір саяхатқа апарып жатыр. Оның бәріне қазір ешқандай не керек емес, доказательство былай қарасаңыз. Да. Мен Incruises компаниясының көптеген жиындарын өткіздім. Сол жерде байқағаным, ол жерде жүретін адамдар жаңағы бұрын медицина саласында істеген, мұғалім болған, кейбіреулер басқа бизнестен келген адамдар бар. Адамдар Incruisesқа не үшін барады? Incruisестің негізі ақша табуға бола ма? Әрине. Ақша табуға болады. Көптеген ақша табуға болады. Негізі әр адам өзінің маманы болған дұрыс қой. Дәрігер болсын, қандай да бір салада мұғалім болсын, ол өзінің маманы болса, ол әрдайым орында қалады. Шынайы. Қала берсін, жұмысын жасай берсін. Қазір көптеген мүмкіндіктер бар деп айтамыз. Мұғалім қазір онлайнда бола алады, былай қарасаңыз. Бірақ бұл кісілерге не жетпейді? Мүмкін уақыт жетпейді. Саяхаттауға, балдармен уақыт өткіздіруге, ол да бір өмірдің ең керек бір орны бар. Қызығы. Олар да ана болғасын балдармен уақыт өткізіп саяхаттағысы келетін шығар. Осы жерде Incruises келеді да оларға. Бір мүмкіндік береді.
иә, ол жұмыс жасап, мектепте сабағын беріп жұмыс жасап, бірақ кейін асықпай жинап, саяхатына болса да бір рет барып келеді. Барып келген адам кейбіреулері серіктес жоғын қабылдайды. Яғни жұмыс жасап, бұл жерде менің өз орнын табады мүмкін адам. Сондықтан да әр маман өзіне қандай бір мүмкіндік бергені дұрыс шығар деп ойлаймын. Кейбіреулер кофейнясы бар мысалға, ол бизнестарға қарағанда Иә, осы инкрузистің жерде- артықшылығы, Иә. нақты бизнес жайлы сұрағым келіп тұр. Қаншалықты көп ақша табуға болады? Сіз мысалға жақында борт директорын алдыңыз. Иә. Сізге бір премия берілді. Оның суммасы қандай? Бұл жерде мен 2018 жылы жолдас бір қызым подружкамен біз кондитерлік жүйеде жұмыс жасаған болатынбыз. Яғни наубайханамыз болды, әртүрлі торттар пісірген болатынбыз. Бұл жерге шынымен көп қаражат кетті. Оның рекламасы бар, ол жерде кондитерларды жұмысқа алу керек, сервисі бар, апару бар, әкелу бар деген сияқты бүкіл момент. Бір кездері кейде кондитер просто шықпай қалады. Ондай да болады. Сол кезде сен не істеу керексің? Сен кондитер болмасаң, сен кондитерлік жаңа жұмысты атқару керексің. Себебі бұл біреудің мерекесі, сен уәде алғасын, оның мерекесін бұзбауға тиістісің, иә. Сондықтан көп нәрсені біз жаңағы өз басымнан өткен болатын. Сол кезде жаңағы компания Инкрузис келгенде біз бірінші деңгей маркетинг директорын ашқан болатын. Сол кезде $300 зарплата түсті. $300 ол бастамасы ғана. Ол картаға түсі ме кәдімгідей сізге? Ол компанияның өзінің банктері бар, тікелей жұмыс жасайтын, сол жерге түседі. Кейін сіз 1 минуттың ішінде өзіңіздің картаңызға аударып аласыз, қазақстандық картаға аударып аласыз. Осы жерден бастап мен түсіндім. Яғни мен күнде жұмыстанып, наубайханада біріншіден бар күш қуатымды бердім, қаражаттарымды бердім, балдардан алыс, жанұядан алыс, яғни тек қана кондитерлік жолда жұмыс жасағанда біраз қиындау болды осы жері. Бірақ сен жұмысты бастағасын, оны жасау керексің. Оны жасау керексің. Қай жерде тоқтайсың, тоқтаған уже дұрыс емес. Ал бұл жерде $300 жай ғана мен адамдарға мынандай мүмкіндік бар, саяхаттауға болады деген үшін осындай $300 түскенде мен осы жерде ғана түсіндім. Неге бұл жерге мен ары қарай жол бұруым керек та? Неге осы жерді мен ары қарай дамытуым керек деген ой келді. Осы жерден бастап мен жұмыстандым. Яғни біздер наубайханамызды саттық, Инкрузисқа тікелей бет бұрдым. Бұл қазір 7-ші саты, 7 жылда 7-ші сатыға жету бір үлкен, бір шынымен мен үшін мәртебе. Борт директор аңғы мен үшін 7 жыл бұрын кәдімгідей бір арман болушы еді. Нәдей арман қазір. Күшті. Бұл жерде деңгейге жетіп. Енді борт директор үшін қанша алдыңыз? Борт директор үшін мен енді маркетинг директор сияқты алмадым, әрине. Ол жерде бағасы өте көп. Оны сіз тікелей біздің өзіміздің арнайы презентациямыз бар, сол жерде шаблоннан қарай аласыздар. Себебі біз ондай соманы уже айта алмаймыз. Айына қанша табасыз сонда? Енді бір 5-6 ноликтар бар деп айтсам болады. Өздеріңіз түсінетіндей. Бұл тек қана премия ғой, премия ретінде берілген ақша, иә? Бұл лидерский бонус деп аталады. Лидерский бонус. Ал ай сайын осы борт директор қанша табады? Бұл лидерский бонус ай сайын беріледі. Сол ай сайын берілетін нәрсе ме? Ай сайын беріледі, және соған қоса тағы да 4 әртүрлі бонустардың жаңағы өзінің беретін ақшалары да бар. Біздер оны ешқай жерде бүйтіп көрсете салмаймыз, себебі ол көрсету дұрыс емес. Әйтпесе біз пирамида сияқтыға ұқсап кетеміз. Бұл жерде біздер ақша үшін шақырмаймыз. Бұл жерде біз саяхат үшін шақырамыз. Өміріңе бір өзгеріс бер, мүмкіндік бер деген секілді. Біздің основной миссиямыз адамның өміріне бір қызықты бір сезім әкелу. Қалғаны бәрі бонуспен келеді. Әр салада негізі сондай. Сен өз жұмысыңды ұнатсаң, өз жұмысыңды халық үшін жасасан деген оймен бастасан, ақша ол жақсы бонус ретінде келе береді. Дегенмен өте тамаша төлейді, жоғарғы деңгейде төлейді барлығы. Инкрузис бұл пирамида әлде сетевой бизнес па? Инкрузис екеуіне де жатпайды.
сізді біраз ойыңызды өзгертейін. Себебі инкрузис бұл рефералдық жүйе. Яғни мысал ретінде біздің қазақ жалпы тілмен айтқанда көбіміз білеміз банк фридом, көбіміз білеміз яндекс, вольт деген жаңағы приложенияларды білеміз ғой, бәріміз сонымен қолданамыз. Яғни сіз біреудің айтқан реферал арқылы тіркелсеңіз, жай ғана тегін тіркелесіз. Сол сізді шақырған адам өзіне бонустар алады. Компаниядан бонус алады. Бонус алады. Бізде де тап сол жүйе рефералдық жүйе. Яғни мен сізге реферальный ссылкамды берем, сіз тіркелесіз. Осы арқылы біз жұмыс жасаймыз. Бұл ешқандай сетевой маркетингке жатпайды, бұл ешқандай пирамидаға жатпайды. Пирамиданың өзіңіз білесіз, ол тек қана ақша. Бұл жерде тек қана ақша. Сіз тек ақшаны әкелесіз. Ештеңе сатпайсың да, просто адам ата бересіз. Сіз ойлайсыз, сіздің ақшаңыз әкелген мыңдаған ақшаңыз бір мезетте 3-4 мың болып қалады. Бұл кәдімгі тікелей пирамида. Ал бір жерде, біздің жерде, яғни жұмыстану да бар, еңбек ету керек әрине, бұл жұмысты жасау үшін. Бұл жерде біздің продукт, нағыз продукт деп қарайтын болсақ, саяхатқа шығу. Лайнермен болсын, отельдермен болсын, турлармен болсын, бізде 3 продуктымыз бар өзіміз. Жалпы инкрузис бұл шетелдік компания. Қазақстанға бұның қандай пайдасы бар? Демек, біздің бүкіл ақшамыз шетелге кетіп жатқан жоқ па, халықтың ақшасы? Былай қарасаңыз, Қазақстанның жаңағы әдемі жерлеріне барып, көргенде дұрыс. Енді көріп жатқандар да бар, бірақ кейбіреулері бәрібір шетелдерге барып қыдырып жүр. Сіздің сұрағыңыз бойынша мен жауап берер едім. Мысалы, саяхатты таңдағанда инкруз арқылы біздер өзіміздің елімізге де бір үлесіміз қосылады, себебі біз налог жағынан өте жоғарғы деңгейде ақша төленеді. Ол компания Қазақстанға? Компанияның өзі де, және лидерлердің өзі де, біздер 10% налог төлейміз. Тапқан ақшамыздан 10% налог төлейміз. Себебі біздер шет елден доллармен ақша алып жатқасын, не резидент деп есептелінеді. Сондықтан біз 240 формамен налог төлейміз. Қазір 240 форма басқа формаға ауысты. Оны бухгалтерден точно білу керек қандай. 270 екен. Бірақ 10% осы августтың 15-іне дейін төлемеміз керек. Жылына бір рет. Ал компанияның өзінің, біздің елдің алдында өзінің жаңағы несі бар? Жауапкершілігі бар, яғни налогын өзі төлейді. Мен ойлаймын, биыл бізге отчет ретінде оны көрсетеді. Халықпен жұмыс дегеннен кейін көңілден шықпайтын жағдайлар болады. Негативный отзывы дейміз ғой. Қандай оқиғалар болды, және де осы жайлы бір айтып кетсеңіз. Себебі мен қараймын, кейбіреулер жаңағы пирамида дегенге жауап бердіңіз енді, бірақ тағы да қандай басқа мысалға негативті салдары болуы мүмкін? Әр дамушы бір компаниялар хейтсіз жүре алмайды. Себебі колын өзін алатын болсақ, колын қанша ішпеңіздер дейміз балдарға мысалы. Бірақ адамдар сол колыны іше береді. Бұл маркетинг қой, бір жағынан маркетинг. Хейтсіз де болмайды. Хейт бір айтатыным, біздің компания туралы бірнеше хейт уже шықса, яғни біз өте танымалмыз деп есептеуге болады. Яғни жақын арада бір оқиға болды бізде. Аттарын айтпай-ақ қойған, дегенмен бұл жерде әйел адам өзінің жаңағы недовольствие дейді ғой. Ұнатпаған бір жерін жаңағы барлық халықтың алдында айтты. Бірақ ол кісіде өзінің тікелей спонсор бар шақырған. Яғни сол спонсордан барып сұраса, бұл жерде бәрі шешілетін еді деп ойлаймын. Но ол кісі басқа жол таңдады. Бүкіл халыққа айтқысы келді, яғни инкрузистің қандай жолдары дұрыс емес, осындай моменттер болып қалды деген нәрселер. Біріншіден ол кісіге мысалы айтарым, бізде кіргенде жаңағы клиент болып немесе партнер болып кіргенде келісім шарт бар. Келісім шартта бәрі жазылған, анық, түгел, толық жазылған. Басында сізге айтып кеттім, презентация, яғни ақпарат беріп жатқан адам, спонсор, толық ақпарат берген дұрыс деп. Мүмкін ол естімей қалды ма? Естімей қалса, онда келісім шартты қолына ұстатқыз жіберіңіздер. Оқыңыздар. Енді кірейін деп жатқан мысалы инкрузға адамдарға мен айтарым осы, келісім шартты оқып, кәдімгідей саяхаттаймын, саяхаттағым келеді, жанұяммен саяхаттаймын деушілерге әрине
бірінші дұрыстап оқып келіңіздер деп айтқымыз келеді. Енді бұндай жағдайларда біз ғана емес түсіндіретін. Бұл жерде енді біздің компанияның өзінің заңгерлері бар. Олар қосылады ондай жағдайда. Түсіндіреді, түсінбесе, онда ары қарай хейт, одан әрі жалған сөйлейтін болса, яғни келісім шарттан сәйкес емес, яғни сөздер айтылатын болса, онда ол штрафқа дейін барады. Я. Заңгерлер негізі бізде өте мықты, бірақ олар кез келген жерде шыға бермейді. Біз оларды танымаймыз. Біздің Қазақстанда бірнеше заңгерлеріміз бар. Ал жаңа сіз айтып жатсыз ғой, инкрузис популярный болды деп, мысалы Қазақстан жұлдыздары қолдана ма онымен? Инкрузиспен бара ма? Ол кісілер өздері де былай көрсетіп жатады. Біздің Айқында кезінде 2 рет саяхатқа барып келген. Ол кісі ешқандай бизнес жасамайды, жай ғана саяхатқа шығып келді. Крузбен барып келді. Керемет. Тәуекел Муслим деген актер, керемет. Тоже просто клиенттік жолын таңдап саяхатына шығып келді. Енді әр қазақта өзінің досы бар. Біреуі елге танымал болса, біреу жай ғана дос. Енді мен елге танымалмын, мен сені қолдамаймын демейді ғой. Ол сол досын қолдап, жаңағыдай саяхатқа кіріп, саяхаттап келуге неге болмасқа деп ойлаймын. Мысалы, сондай біздің өте танымал звездаларымыз шығып келіп жатыр. Мөлдір Әуелбекова, мысалы, өзінің ата-аналарына. Бірақ олар агитация жасамайды, ешқандай агитация жасамайды. Енді жұмыс жасаймын деген адамдарды біз тікелей инстаграмнан көре жатамыз, ондай адамдарды, кәдімгі жұмыс танып жатқан. Бірақ менің командамда мен Нұрбегүл Егизованы айта аламын, жұмыс жасайды. Үлкен опыты бар, тележүргізуші, былай қарасаңыз, таңғы эфирларды жүргіздіреді, Таңшолпан деген. Алпамыс Шаримовты да айта аламын. Артында қаншама еңбегі бар, қаншама киноға түсірілген режиссер. Мысалы, ол кісілер кәдімгідей бизнесті бұл жерде жасап жатыр. Бізде тағы да бір мақтанарлық композиторымыз бар, Павел Ли деп аталады. Бізбен бірге жұмыс жасайды. Бұл менің тікелей командамда емес, бірақ ол өте сондай бір көп әндері, көп шығармашылық шығарған адам. Қайрат Нұртастың әндерін көбін шығарған. Өте жақсы, сондай. Зерттеп көрсеңіз болады ол кісілер туралы. Назгүл, мен байқадым өткенде тағы да бір жиналыстарда, жаңағы инкрузиста ер адамдар өте аз. Залда бір 150 әйел отырса, 150 адам отырса, соның бір 15-і ғана еркек. Бұл не себептен? Бұл бизнес еркектерге қызық емес пе? Әлде қазіргі кезде көп әйелдер мысалға еркектің орнын алғысы келеді. Өздері ақша тапқысы келеді. Мен деген эго дейді ғой, көп елдерде ол байқалады қазір. Не себептен жалпы бұл бизнесте әйелдер көп? Біздің жағдайымызды алатын болсақ, негізі біздер тона заманнан келе жатқан бір ашаршылыққа өттік қой. Сол кезде негізі әйел адамдар кәдімгідей талпынып жұмыс жасады. Сумка арқалап, жұмыс жасап, сауда жасап. Негізі бізде қанымызда бар да, әйел адам алда жүреді да. Жаңа қиындыққа қарама, әйел адамның 40 жаны бар деген осы ғой. Төзімді болады. Мүмкін деп ойлаймын, мүмкін біздің просто қанымызда бар шығар бұл. Бірақ дегенмен біздің компанияның бір ерекшелігі бұл ер адамдарға арналған жұмыс. Шынымен. Егер ер адамдар оны басқа қырынан дұрыстап қараса, бұл жұмысты ер адам жасайтын болса, точно сетевой маркетинг деп біреу де айтпас еді деп ойлаймын. Себебі ер адамның көзқарасы басқаша түсіндіреді, басқаша айтады. Жалпы олардың жұмыс жасайтын подачалары да бөлек. Бөлек. Кез келген әйел адам негізі ер адамның артынан біз кәдімгідей барамыз ғой. Мысалы, мен әрдайым жолдасымның айтқанымен жүрген жақсы көремін. Мысалы, ол кісі маған жұмыста осылай жасасаң осылай дұрыс болады деген ақылдар береді. Оның айтқаны 100% маған кәдімгідей бір күшті не береді, әсер береді, пайда әкеледі. Командамда да бір өзгерістер болады. Сондықтан да мен айтамын да, бізде басқа елде, Испания, Италия елінде 85% ер адамдар жұмыс жасайды. Ол жерде 9 борттың бәрі 9 борт директорлар бар. Лидерлар, ер адамдар барлығы. Оларда бір шама ақша алып отыр, сол 6-7 миллиондарын алып отыр, ноликтары мен долларларын алып отыр. Мысалы, ал бізде әйел адамдар
Бізде 11 борд директор бар Қазақстанда. Оның бәрі әйел адам. Бізге ер адам шықса, біз қатты қуанатын едік деп ойлаймын. Енді Алла қосса біздің ер адамдарымыз келе жатыр, бірақ олар санаулы, сіз айтқандай. Сондықтан да ол жерде жаңағы агитация жасау, біреуді тіркеу деген біздің ер адамдардың эгосы бар. Әйел адамдардың емес, бұл жерде ер адамдардың эгосы бар. Солай ойлайды да, мен как будто жалынғандай боламын. Біздің қазақ хандар, олар ешқашан жалынбай жұмыс жасаған қазақтар ғой. Күшті өкілі сылы. Иә. Мимен жұмыс жасайтын еді. Не үшін бізде билер болды? Мимен жұмыс жасайтын. Сіз бимен, оймен, миыңызбен жұмыс жасап білсеңіз. Әрине елімізге кәдімгі дұрыс азаматтар керек, елді алға қарай сүйрейтін. Бірақ басқа да жолда жүрген адамдар бар. Жай ғана таксист болып жүрген, курьер болып жүрген. Неге мынандай жұмысты қарамасқа? Таксист пен мысалы курьер болып жүргенге қарағанда біздің жұмыс одан да керемет. Бұл жерде шынымен сенің өзің өміріңді өзгертесің. Жай ғана барып адамдарға тамақтасудан емес, бұл жерде сіз кәдімгідей үлкен бір статусқа қарай өсесіздер. Мен айтарым, кішкене адамдарға, кейбір ер адамдарымызға жұмыс табылмай жатса, осындай жұмысты неге қарамасқа? Президент айтады, Американың президенті, если нечем заняться, чем будешь заниматься дегенде, я пойду в сетевой маркетинг деп айтады ғой. Трамп айта ма сөйтіп? Мысалы шын ретінде бұл жерде шынымен мүмкіндік бар. Бізде Испаниядан Джонатан Диас, ол премьер амбассадор қазіргі таңда. Ол борт директордан да 2 саты үлкен. Ол жерде одан да көп ақша табады, одан да көп пайда табады. Бірақ ол кісі кезінде курьер болған. Ол өмірін көрсетеді. Не үшін курьердан мынандайға келдім деп. Немесе мен всю жизнь курьер болып тамақтасайын біреуге, немесе мен қолыма алып басқа жұмыс қарастыруым керек деген сияқты. Бұл жерде жаңағыдай не бар? Өсу бар. Лестницаға. Сіздің артыңыздан келе жатқан бір 6000-дай балаларыңыз бар. Балаларыңыз десек бола ма? Командаңыз бар. Енді сіз жасаған жұмыс әрине де 6000 адамның қолынан келмейді. Бірақ соларға, сол кісілерге Incrusis компаниясының борт директоры Назгүл Манкееваның атынан бір мотивация ретінде мысалға не айтар едіңіз? Жалпы өзіңіз айтып жатсыз, қазір курьер болып та жұмыс істеп жүрген адамдар бар әрине де. Incrusisқа келіп жұмыс істесе, менімше бұл оңай емес, себебі адамдар лидердің артынан жүреді. Кішай көшеден келе салып, кеттік Incrusisқа кірейік десе, деп айтса да, кімге айтады? Ол адам жоқ. 2 больных вопроса. Кого мне позвать? Да. И зачем мне звать вообще? Типа, ұят емес пе деген сияқты. Вот сіз қалай бастадыңыз на своем опыте? Мен айтарым менің командама, 6000 адам артынан келе жатқан. 6000-ның әрқайсысы біріншіден өзінің саяхатына барсын деген тілек. Енді 6000-ның ішінде мүмкін 10%, 20% ғана жұмыс жасап, ары қарай үлкен деңгейге жетеді деп сенімдімін. Бірден бәрі жетпейді. Дегенмен ол адамның өзінің ой өрісінен байланысты да. Мына ойында өзіне сенбеу, компанияға сенбеу, оның бәрі тоқтатады. Оның бәрі тежеу, жайлап әкеледі бұл арманға. Ал өзіне сенімді адам, компанияға сенімді адам, одан тезірек жұмыс жасайды. Сол үшін бірінші саяхатқа барып келу керек. Түсіну үшін, сенімді арттырғыңыз келсе, саяхатқа бірінші барып келіңіз. Енді ол саяхатсыз да бұндай бизнесті құру мүмкін. Себебі бізде серый кардинал деген Асел қызымыз бар. 15 жыл төсекте жатыр. Тек қана басымен қолы жұмыс жасайды. Яғни басын көтеріледі, қолын көтеріледі. Қалған жерде 15 жыл төсекте жатыр. Аварияға ұшырап, ешқандай өкініш жоқ өмірге. Бірақ жұмыс жасап, қазіргі таңда халықаралық деңгейде директор. Бұл өте үлкен. Бұл шынымен ол адамның өзінің сеніміне және мына ой өрісіне байланысты. Я смогу деген. Я это смогу, почему нет деген нәрсе ғой, мен оны істей аламын. Бізде көбі адамдардың жаңа ой өрісі дамымаған. Не үшін? Кітап оқымаймыз, таңертең спортпен айналыспаймыз. Жақсы адамдардың арттарынан зерттеу, оның артынан зерттегенше анау жаман негативті адамдарды зерттейді. Солардың арттарынан оқиды, информацияны сол жақтан алады, көп ақпаратты. То есть адамда
арам шөптер бастарында көп өсейін деп тұрған бір тал әдемі гүлі өспей қалады да арам шөптердің арасынан. Сен ішінен өзіңмен жұмыс жасағаннан, бағанағы мен айтқан басында, ішінен өзің жұмыс жасау, арам шөптерді алу керек, адамға жақсылық тілеу керек, сен өзіңнің компанияңа сенуің керек. Жаңағыдай бір жағдайлар болған кезде сен сразу я жаман деп айтпауың керексің. Сен наоборот жақсы жақтарын іздеу керексің. Бұл компания маған не үшін берілді? Я бір не жері дұрыс болмай қалды ма? Бірақ бұған 1000 есе күшті нәрселері бар бұл компанияда. Я түсінбей қалдым ба бір жерін, онда мынаусы бар. Зато мен саяхатқа барам, зато мен ата-анамды алып барам деген сияқты ғой. Түсінтірсіз ба? Иә. Сондықтан да бұл жерде бәрі адамның өзіне байланысты. Арам шөптерді жыламыз, жақсы ойлаймыз, жақсы нәрселер тыңдаймыз, өмірде өзгереді. Жоқ деуші адамдарға жоқ болады. Я деуші адамдарға я болады деген секілді. Енді бізде бар ондай бірден келіспейді, отказ, адам өзінің сенімділігін жойып бастайды. Яғни маған кешегі подружка болып жүрген адамдарым жоқ деп жатыр. Мен әлі де жазылмаған подружкаларыңыз бар ма? Жазылмаған? Жоқ, мен өзімді айтып тұрған жоқпын, жалпы мен командамен жұмыс жасаймын ғой қазір. Қыздар сондай бар, яғни мен уже 20 адамға айттым дейді да. Бәрі маған отказ берді, мен уже сенімділігім жоқ, маған ешкім сенбейді деген сияқты. Ол дұрыс ойламайды, ол өзі емес. Ол өзі сеніп саяхатқа барғысы келіп тұр, ол уже бірінші қадамын жасады. Сенбейтін 20 адам оған отказ берген. Ол отказ берген оған емес, каждый өз-өзіне отказ берді. Яғни мен жоқ деп тұрмын ба, мен өзіме жоқ дедім. Яғни мен үшін лайнер жоқ деген сөз, иә? То есть каждый адам өз-өзіне жауап береді. Ал бізде жұмыс жасап, партнерларымыз басқаша түсінеді. Келіп тұрған адамың, ол сенің ертең өміріңді сүрмейді. Сен үшін барып жұмыс жасамайды. Ол өзі үшін істейді ол. Өзі үшін саяхаттайды, өзі үшін табыс табады, өзі үшін жұмыстанады. Яғни әр адам өзі үшін. Мен де бұл жерде біреу үшін жұмыс жасаған жоқпын. Мен өзі үшін жұмыс жасадым. Өзімнің балаларым үшін, бізде көп саяхаттар болсын деген оймен да. То есть каждый өзіне. Қандай да бір жұмыс, любой жұмыс, давайте только инкруз емес, условно, любой жұмыс алатын болсақ. Сіз мысалы тойлар жүргізесіз, сіз өзіңіз үшін жүргізесіз. Ол жердегі адамдар түсінбейді оны, сіз сияқты жүргізе алмайды ол тойды, мысалы. Каждый өз үшін жасайды, мысалы. Поэтому ол жерде бірінші, ол сол ой өрісін дұрыстаймыз, сенеміз компанияға, өзіңе сенеміз. Сізге отказ көп келді ма? Отказ көп болды. Көп болды, 5 жылдан кейін. Бірінші 10 адамды қанша уақытта жаздыңыз? Мен бірінші 5 адамды 1 айда жаздым. 1 айда ма? Иә, бірінші 5 адамды 1 айда жаздым. Ал екінші айда қалған 25 адам тіркелді. Бірақ 30 адам, ол маркетинг директор деген бізде дәреже, бірақ 30 адамның мен осы тіркеген 5 адамнан таратты. Яғни менің бірінші жұмыс жасаған адам, ол 5 адам ғана. 5 адамнан 25 адам тарады. Міне осылай біздер бизнес жасаймыз. Команда осылай жиналады. Яғни мен 60 адамды жалғыз жинаған жоқпын. Әрине түсінікті. Бірақ қазір бар шығар, өзіңіздің бірінші қатарыңызда қанша адам? Бірінші қатарда 15 шақты өзімнің тікелей шақырған адамдарым. Тікелей. Ал кейбір партнер клиенттерім төменнен жоғарға көтерілгендер бар. Кейбірлер өмірде бұл жерде келу бар, кету бар, кейбірлері саяхаттан кейін жалғастырмайды, ашылады. Біреулер серіктес болып жұмыс жасап өзінің жаңағы басқа жолдарын табады. Мысалы біз Динара деген қызды алатын болсақ, кезінде менің серіктесім болды, өте жұмысты әдемі бастады, саяхатқа барып келгеннен кейін оның көз қарасы басқаша ашылды. Ол қазір бізде больше психология жағына кетті. Ол инкруз туралы күшті айтады. Инкруздың арқасында мен көзім ашылды дейді. Саяхатта түсіндім дейді да, маған осы жақын екен. Яғни өзі клиент болып қалды, ал жұмысты, психологияны бөлек жұмыс жасайды. Мысалы, ондай да болады. Мысалы, сол адамдардың барлық адамдары маған көтеріледі автоматически. Жұмыс жасамайтын болса, 6 айдан кейін ол кісілері маған кетіп қалады. Сіздің енді адам тез жинағаныңыз, қасыңызда адамдар көп болған шығар. Жаңа құрбыларыңыз, одан кейін сіз блог жүргізген шығарсыз өзіңіз.
иә Енді Инстаграм бір емес айда ол. 5 адам жазу деген оңай емес мысалға. жазу оңай емес болса да мен өзіме шешім қабылдадым да тіркеймін деп сондай мақсатпен. Тіркелмеген адамға ренжігеніңіз бар ма? Жоқ, мен тіркелмеген адамға мүлдем ренжіген жоқпын. Мен оларға мынандай сообщение қалдыратын едім. Жарайды, келесіде мүмкін сен тағы бір естіп жатсаң бұл компания туралы. Мені ұмытпа, мен саған бірінші рет хабарын бердім. Осы туралы компания туралы айтқан болатынмын. Егер де сен қызықты болса, маған келіп, менен тікелей сұрақ қойсаң болады деген. Яғни есікті жартылай бүйтіп ашып қойдым ғой. Я всегда рада, готова ответить тебе на все вопросы. Это очень хитрый поступок. Это не хитрый. Ол деген бір адамға өзінің бір орны бөлек деген бір не көрсетіп жатырмын ғой. Иә. Құрмет. Иә. Сондықтан да бұл. Енді жаңағы Инстаграм блогер деп жатсыз ғой, 2018-де онда Инстаграм керім дамымаған сияқты. Ол кезде Инстаграмды мен жүргізу білмейтін едім. Қазірді білмеймін. Қазір күшті көмекшілер көмектеседі жүргіздіруді. Бірақ ол одай емес. Маған блогерстік қасиетім бар, командам содан келатыр деген ондай тіркелген адам менде командамда жоқ. Барлығы өзім таныстарым, яғни таныстарымның таныстары, досыңның досын дос ет дейді ғой. Сондықтан да мен сізбен дос болсам, келе оның досымен де дос бола алам. Сөйтіп адам жинаған болатын. Мен бір рилсіңізді көрдім, маған өте ұнады. Титаник кезінде ең үлкен жаңағы корабль болды дейміз ғой. Иә. Соның қасындағы лайнер тұрған суретін көрдім да мен. 10 есе үлкен екен ғой содан. 10 есе үлкен. Енді Титаник деген бұл бір тарих шығар. Бұл біздің бірінші сұхбатымыз, бірақ соңғы сұхбат деп ойламаймын. Назгүл, келгеніңізге рахмет. Құрметті оқырмандар, осы видеоны көретін адамдар, сіз инкрузиста барсыз ба, жоқсыз ба, жазып өтіңіздер. Және де барғыңыз келе ма? Барғыңыз келсе, қандай елге барғыңыз келеді? Және де барған болсаңыз, қандай елдер сізге ұнады, және де немен ұнады? Жалпы инкрузис компаниясы жайлы қандай ойларыңыз бар, жазып кетіңіздер. Назгүл, өзіңіздің көрермендерімізге бір айтып кетеріңіз бар болса? Я, Думан, саған рахмет, керемет сұхбат болды. Мен айтарым, енді тіркелейін деп жатқан менің партнерларыма, немесе басқа жылға бара жатқан жаңа осындай компаниялардың бір несі болса өзіңіз, онда міндетті түрде ол жердің келісім шарттарын оқыңыздар. Ол маңызды. Және бұл жерде мынандай бар, авторитет дейді ғой, авторитет бар. Яғни компаниямыздың 10 жылда жасаған қандай еңбегі бар, қандай табысқа жеттік, қандай деңгейге жеттік. Мысалы, кеше ғана біздер әлемдегі 100 компанияның ішінен 39 номерға 39 орындасыз. 39 орынға келдік. Ал 10 жыл бұрын 100-ге кірмейтін едік. Былай қарасаңыз. Қандай деңгейде көрсетіп жатырмыз. Қазіргі біздер қандай лайнерлармен қарым-қатынас жасаймыз тікелей. Ол лайнерлардың бізге берген қаншама марапаттары осы жылдары көп болды. Ал біздің өзіміздің осы компания құраған кісі, яғни Майкл Хатчинсон бедеп айтушы еді. Ал 10 жыл бұрын мен өзім арттарынан жалынып жүріп, жаңа келісім шартқа қол қойған болатын деп, пожалуйста деп осылай күні кеше айтқан болатын. Ал бүгін сол жаңағы біздің лайнерлеріміз, компаниялар тікелей бізге көп деген марапаттар беріп жатыр. Яғни груз компаниясының арқасында көп деген саяхатшылар елден келіп жатыр. Бізде 180 елден аса адам жұмыс жасайды. 180 ел жұмыс жасайды. Жалғыз Қазақстан емес, сондықтан да ешқандай қорқатын ештеңесі жоқ. Бұл жерде мақсат қойып армандарыңызға жету, немесе жай ғана саяхатқа өзіңізді, балаларыңызды, ата-аналарыңызды апарып келу деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Көріскенше. Гүлі. Не, ну я его же агитирую сейчас.